Алиэкспресске заказ еткен болатын. Тискі, домашний тискі, кішкентай тискіге. Сосын машинге ошибкасын кетіретін сондайға заказ еткен болатын. Қазір ашып қарайық, қандай екен іші. Мынаны тискіні, домашний тискіні 3745 теңгеге алғанмын. Ал мына сканер ашып кетіретін машинге, Bluetooth'іне. Оны 3500 теңгеге заказ еткен болатын. Сол бір айдың жобасында келді. Қытайдан келген екен. Қытайский жазулары бар артында. Қазір ашып қарайық. Құдай, мынаны қара. Қырттай. Ана Алиэкспресстен көргенде бір үлкен сияқты көрінеді. Мына кішкентай екен. Мына мен не зат қысуға болады, білмеймін. Дәм болсын екен, алюминиевый. Құдай құртқандай қылған екен. Мынаған неге пайдалануға болады мынаны? Баланың ойыншығы сияқты екен. Қазір енді ана Bluetooth'ный сканерді ашып қарайық. Мына Bluetooth'ный сканер жақсы екен. Өте керемет, өте тамаша сияқты. Біраздан соң көлікке қолданып көретін боламыз бұйырса. Так. LM 327 дейді. Bluetooth'ный сканер. Өте керемет, өте жақсы сияқты. Ана характеристикасын оқыған кезде де жақсы комментарийлер бар екен. Соған сеніп алғанмын. Бұйырса пайдаланып көреміз. Игілігімізге жаратайық. 3000-3500 деген қайда қалмай жатыр құрсын. Бұйырса пайдаланып қарайтын боламыз. Мына тискісін келістірмеген екен. Ана Bluetooth'ы болады екен да, сканерный. Мына тискісі баланың ойыншығында екен. Болады дегенмен. Жаңағы пайкілеген кезде бірдеңелерді қысып қойып, столға қыстырып қойып, пайдалануға өте ыңғайлы сияқты. Дегенмен болады енді. Өзіміз сөйтіп жұбатып қояйық енді.